Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Өріктен табиғи шырын жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен осындай өріктер қажет болады. Арасында езілген өріктер де бар. Өріктерімізді 2-3 қайтара жуып алып, ішіндегі сүйектерінен ажыратып аламыз. Блендермен, болмаса ет тартқышпен өріктерімізді осылай өткізіп аламыз. Видеода көріп тұрғандай мен ет тартқышты пайдаланып, өріктерімді өткізіп алдым. Бір тостақ осындай қою масса шығады. Ситаның көмегі арқылы мен өріктердің қабығын ішіндегі майда тамырларынан осындай ожаумен қозғап отырып ажыратып аламын. Міне бұл бізге керек емес, ішіндегі қабықтары, майда тамырлары бұл бізге керек емес. Бізге керегі осындай сұйықтау массасы шығады, сол қажет болады. Банкаларымызды жуып алып, стерилизовать етеміз. Шәйнекке, болмаса мантаваркаға, мен мантаваркаға стерилизовать еттім 10 минуттай. Менен бір тостақ шегілген өрік шықса, сол тостақпен 2 рет су құямыз. Сомен отқа қоямыз. Отқа қойып, міне қайнайын деп жатқанда бетіндегі осындай көбіктер пайда болады. Көбіктерді алып тастаймыз. Мен бұл жерде 1 кило шекер салып жатырмын. Және де 1 ас қасық лимон кислота тұзын пайдаланып саламыз. Баяу отта 15 минут қайнатамыз. 15 минут қайнап болғаннан соң банкілерімізге құйып, крышкамен жауып аламыз. Шырындарымыз дайын, ас болсын.